Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрлыбек. Бүгін менің сүйікті тақырыптарым бірі кітап туралы болмақ. Қалай көп кітап оқимыз, көп оқу бізге қажет пе негізі? Сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Өзімізді қалай көбірек оқуға баулуға болады. Қазіргі заманда алатын болсақ, енді үлкен топ менеджерлер, компания директорлары, олар енді жалпы статистикаға сүйенсек, шамамен 50 шақты кітап оқиды екен бір жылда. Ал қарапайым адамдар жылына 1-2 кітаптан ғана оқиды екен. Яғни аптасына бір кітап осы топ менеджерлер оқиды деген сөз. Бәлкім соның арқасында олар сондай үлкен жетістікке жетіп жатқанда шығар. Тарихта да барлық ұлы тұлғалар кітап оқыған. Осы біз қазір телефон арқылы қол жеткізетін миллиардтаған ақпараттар оларда қол жетімсіз болған ғой. Оны кітап арқылы алған. Өздерінде кітап болмаса сапарлап, өзге елдерге барып, өзге ғалымдардан алдынан дәріс алып, немесе кітаптарын алып деген секілді оқып үйренген. Сол үшін кітап бұл өте құнды дүние. Сол тарихтағы тұлғалардың, аты өшпес тұлғалардың деректерімен осы кітап арқылы да біз таныспыз. Егер енді сөредегі кітаптарыңыз біраз уақыт шаң басып қалған болса, онда видеоны көріңіздер соңына дейін. Соларды оқып, өмірімізде іске асыратын кез келген секілді. Біз енді Алла тағаланың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіміз. Оқы деген бұйрық түскен үмбет біз. Ең алғашқы Құранда түскен аят иқра, оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы деген аят. Сол үшін осы әмірге біз бойұсынуымыз керек. Яғни тал бесіктен жер бесікке дейін өміріміз оқумен, білім ізденумен өту керек қой. Біз мысалы қалай тәнімізге мән береміз? Тәнімізді тренировка жасаймыз, семіріп кетпес үшін, немесе жалпы көңіл күйіміз, состояниеміз төмендеп кетпес үшін біз дұрыс тамақтанамыз, спортпен айналысамыз, формада сақтаймыз. Дәл сол секілді миымызға да тренировка керек. Ми мышцаларына, бұлшықеттеріне бұл азық, тренировка, кітап оқу. Кітап оқудың енді пайдасын айтатын болсақ, жалпы біз білетіндей нағыз күш ол білімде жатыр, білім кітапта жатыр. Кітап оқудың бір үлкен артықшылығы ол әлемде өткен ұлы тұлғалардың, үздік ғалымдардың ойларымен танысу, өзің қалаған уақытқа, қалаған мәдениетке, қалаған ғасырға барып, сол жердегі тұлғалармен танысу, тұрмыс тіршілікпен танысу, солармен кітап оқу арқылы өзара ой алмасу, ең сенімді, ең қызықты собеседниктердің бірі ол осы кітап. Енді кітаптың пайдалары ол біздің миымызды тірілтеді, өліп қалған клеткаларымызды тірілтеді. Сол үшін кітапты негізі әртүрлі жанрда оқыған жақсы. Себебі әр кітап мидың әртүрлі бөлігін қозғалтады. Мысалы, көркем әдебиет оқитын болсақ, ол біздің эмпатиямызды арттырады. Яғни сезімге байланысты қорқу, жанашырлық, мейірім, жылау деген секілді сондай эмоцияларды, мидың сол эмоцияларын беретін бөліктерін оятатын болса, мысалы спорт жайлы кітап оқитын болсаңыз, онда мидың басқа бір бөлігін қозғалтады. Немесе ғылыми кітап оқитын болсақ, ол басқа бөлігін қозғалтады. Біз солай жалпы мидың өліп жатқан клеткаларын тірілтеміз, ал ол өз кезегінде біздің жадымыздың мықты болуына алып келеді. Кейін есейе келе біз алжымаймыз, есіміз сау болады. Үлкен мысалы жазушылардың сұхбаттарын тыңдайтын болсаңыздар,
кәдімгі олар қайтыс болған уақытқа дейін кітап жазып кітап оқып кеткен. Ақыл есі сау, есіне ешқашан адаспайды. Бұл өз кезегінде кітап біздің фокус деген қабілетті арттырады. Қазіргі жоғалып бара жатқан адамдарда әлсіреп бара жатқан қабілет ол фокус. Кітап оқысақ, усидчивость, яғни бір орында отырып бір нәрсеге зейін қоя білу біздің қабілетіміз артады. Әлбетте кітап оқуы біздің сөздік қорды арттырады, коммуникациялық қабілетімізді арттырады. Мысалы, көркем әдебиет оқыған кезде өзге адамдардың эмоциясын түсініп тұрамыз, әлемге соның көзімен қарай алатындай деңгейге жетеміз. Сол үшін басқа адамдармен дұрыс тіл табыса білу қабілетімізде шыңдалады. Және бір пайдасы ол біздің креативпен елестету қабілетін арттырады. Ол көбіне осы көркем әдебиет, яғни сіз оқып отырып белгілі бір сурет, бейнелер елестететін шығармалар арқылы осы біздің қабілетіміз жақсарады. Біздің исламның ұлы ғалымдарының бірі ол Ахмад ибн Хамбал деген рахимахулла, ол кісі былай деп айтқан: жалпы адам білімге тамақ пен сусынға қарағанда көбірек мұқтаж дейді. Себебі тамақ пен сусынға біз бір күнде 1-2 рет қана шынайы мұқтаж болатын болсақ, білімге біз әрдайым өмір бойы мұқтажбыз. Немесе Хасан әл-Лулуи деген кісінің сөзін келтіргім келіп тұр. Имам Абу Ханифаның шәкірті деп келеді. Ол кісі айтады: мен 40 жыл бойы кеудемде кітаппен ұйықтап, кітаппен оянғам деп. Бұл ғалымдар біздерге үлгі. Жалпы білімге деген, кітапқа деген олардың қарым-қатынасынан біздің де осы білімге деген қызығушылығымыз оянады. Тағы бір имам ас-Суйути деген үлкен ислам ғалымдарының бірі, ол кісі кітап түнмен оқыған соншалық шашын байлап қоятын болған. Егер ұйқыға тартқан кезде ана шашы ыңғайсыздық тудырғаннан кейін оянып әрі қарай кітабын оқып жалғастырған. Және тағы бір мысалы бар, ол кісінің базардан кәдімгі үйіне балық сатып алып келеді, жеу үшін де. Сосын әрі қарай өзінің жұмысына кіріседі. Кітап оқумен, кітап жазумен айналысып кетеді. Сосын жағы ас үйге қойып кеткен балығы иістенгеннен кейін барып балық сатып алған есіне түседі да. Вот сол кісілердің кітапқа, білімге деген деңгейі сондай өте жоғары болған. Және соның арқасында имам Суйути 600-ге жуық, бәлкім 600-ден аса, Алла жақсырақ білуші, кітап жазып кеткен. Енді ол ондай деңгейдегі ғалым болу үшін шынымен сен өміріңді осы дүниеге арнауың керек. Енді мына мәселе керек. Кейбір адам айту мүмкін, ол көп кітап оқығанның пайдасы не деген секілді. Яғни сан мен сапаны салыстыратын болсақ, мысалы 50 кітап оқығанша 1-2 кітап оқып, содан алған нәрсені өміріме қолданғаннан кейін барып басқасын оқымайын ба деген секілді айту мүмкін. Бірақ менің ойымша ол адам көп жағдайда өзінің жалқаулығын ақтап алады солай. Яғни маған 1-2 кітап негізі жеткілікті деген секілді. Ал неліктен мысалы дәл солай сапалы 50 кітап оқымасқа? Мен өзім 2023 жылы челлендж жасап көргем, яғни барынша көбірек оқуға тырыстым. Кез келген бос уақытымда. Соның арқасында бір жылда 55 кітап оқып шықтым. Яғни содан айта аламын мен. Сенің көбірек оқығаның негізі ол машық арқылы келеді. Көп оқыған сайын сен машықтана бересің, жиі оқыған сайын сен көбірек оқи бастайсың. Яғни дәл солай 1-2 кітапты қалай сапалы оқыған болсаң, 50 кітапты да солай сапалы оқуға болады. Ол үшін сен әрбір оқыған дүниеңді жазып отыруың керек. Мысалы, мен
думай как математик кітапта оқып едім. Адам егер хайлайтермен сызатын болса, мысалы кітапта түрлі түсті бояйтын хайлайтерлар бар ғой, сонымен сызатын болса, ода иллюзия қалыптасады екен, мына ақпаратты жаттап алдым деген. Кейін мысалы кітапты жауып еске түсіретін болсаң, сен ақпаратты шын мәнінде есіңде жоқ. Ал ол нәрсе есте қалу үшін ең күшті нәрсе ол оқыған нәрсеңді өз сөзіңмен конспектлеп жазу. Мен сол үшін Notion'ды қолданам, Notion деген бағдарламаны. Сол жерде барлық оқыған кітаптарымның базасы бар. Яғни сол кітап бойынша мысалы бір беттен жақсы ұнаған ой болатын болса, соны өз сөзіммен мен жазам. Солай мен есімде жақсы сақталады. Және бір кітапты еске түсіру керек болса, сол базаны ашамда, ішінде осыған дейін жазған жазбаларымды оқимын, және сол кітаптағы барлық керек нәрселер есіме түседі. Және тағы бір мәселе бар, аз оқудағы. Сен бір-екі кітап оқыған кезде жалпы өмірге деген көзқарасың сол бір-екі жақты ғана болатын секілді. Ал барынша көп кітап оқысаң, сен кез келген мәселені, жалпы өмірді жан жағынан, сан қырлы жағынан танисың, и миыңда барлық пазл толық қалыптасады, толық картина пайда болады. Әр қырынан қарағандықтан. Және түсінік деңгейі де өседі. Сол үшін сіздерді көбірек оқуға шақырам. Енді қалай оқуды көбейтуге болады? Ол үшін бізге жылдам оқу техникаларын меңгеруге болады. Оның енді андай зуылдатып оқу емес, жылдам оқу дегенде ештеңе түсінбейтіндей өтірік парақтап. Жылдам оқу дегенде кәдімгі күнделікті сіздің нормаңыздан сәл асып отырса да жеткілікті. Ол әлбетте практикамен, машықпен келетін нәрсе. Сіз мысалы саусақпен немесе қарындашпен бітіп жүгіртіп оқысаңыз, сонда негізі жылдамдығыңыз артады. 1,5 есе жоқ дегенде. Сосын текстке қайтадан оралмау қабілетін қалыптастыру керек. Көп жағдайда біз артқа жиі қайтатын болғандықтан уақытымыз созылып кетеді. Және фокуспен оқуға кеңес беремін. Помидор әдісі бойынша 25 немесе 30-40 минутқа қойып, толық фокусты сол кітап оқуға арнайсыз. Сол нәрседе жылдамдық көбейтеді. Сосын жақсы кеңестердің бірі ол оқуға арнайы уақыт белгілеу. Яғни мен кітап оқуым керек деп жүрсеңіз, сіз дұрыс уақыт таппауыңыз мүмкін. Аптасына 1-2 күн ғана белгілі бір уақытта оқып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін уақыт белгілеу керек. Мысалы, таңда осы уақыттан осы уақытқа дейін, немесе жатар алдын осы уақыттан осы уақытқа дейін ол менің кітап оқитын уақытым деп кәдімгідей бекіту керек. Сосын бізге кез келген босай қалған сәтте, телефонға емес, кітап ашып үйрену керек. Кітапқа ұмтылуымыз керек. Мен мысалы 55 кітап оқыған кезде де сол нәрсе көмектесті. Әлеуметтік желіде ол кезде барынша аз отырдым. Оның орнына кітап оқыдым. Ал олай болу үшін біздің қолымызда үнемі кітап жүру керек. Бұл тағы бір кеңес. Яғни жан жағымыз кітапқа толы болу керек. Сен әбден сол кітапқа сүрінетіндей болуың керексің да. Миың сол нәрсені ойлай беретіндей, кітаптар сенің түсіне кіретіндей болу керек. Ол үшін менде мысалы электронды кітап бар. Өзімен бірге алып жүретін қалта кітап. Немесе кішігірім қалта кітапты салып жүрсеңіз де болады. Немесе жоқ деген күнде телефон арқылы оқысаңыз да болады. Электронды кітаптарды. Және үйде де бір үстеліңізде, жатын бөлмеңізде кітаптарды қойып қойсаңыз болады. Сол кезде кез келген қолыңыз босай қалған сәтте, ішіңіз пысқан сәтте оқып бастайсыз. Және осыған байланысты кеңес, бүкіл жерде егер кітап тұратын болса, яғни көп кітап қатар оқу керек деген сөз ғой. Бірнеше кітапты. Мен өзім солай қолданам. Кейбір адамдар бар, шынымен қатарынан 10-20 немесе одан да көп оқып жүретін адамдар. Бұл да бір жақсы негізі. Сіздің көбірек оқуыңызға немесе көкжиегіңіздің кеңеюіне көмектесетін нәрсе. Мен мысалы бір уақытта рухани, көркем әдебиет,
сосын тұлғалық даму кітаптарын араластырып оқуға тырысамын. Немесе кейбір кезде бірнеше қатарынан көркем әдебиетте оқылып кетеді. Ол нәрсе бір-біріне қайшы емес, зиян емес. Сол үшін бірнеше кітапты оқып бастай берсеңіз де болады. Сосын тағы бір кеңес, ол аудио кітап тыңдау. Жолда болатын болсаңыз, солай кітапқа да қызығушылығыңыз артады. Бір әдемі дауыс ырғағы жақсы, тембрі жақсы дикторды таңдап, өзіңізге ұнататын тақырыпта кітапты тыңдасаңыз, сол өте керемет болмақ. Ол құр аудио кітап тыңдаудың өзінде бір айда 2-3 кітап бітіруге болады негізі. Сосын ең маңызды дүниелердің бірі ол уақыттың қадірін білу. Біз уақытымызға сараң болуымыз керек. Мына дүниедегі орнымыз, уақытымыз шектеулі екенін түсінуіміз керек. Оған бізге көбірек осы ғалымдардың өмірбаяны жайлы оқу көмектеседі. Абдул-Фаттах Абу-Ғудда деген ғалымның «Уақыттың қадірі» деген қазақша аударылған кітабын оқуға кеңес берем, немесе «Ценность времени» деп жазсаңыздар шығады. Сол кітапта ілгеріде өткен ғалымдардың қаншама оқиғалары берілген, қалай білімге, ғылымға берілгендігі жайлы. Сол арқылы біз соның білімнің, кітап оқудың құндылығын түсінуіміз керек. Миымызға соны сіңіре беруіміз керек әрдайым. Сол кезде ол бізді итермелейді кітапқа қарай. Шыны керек, мен өзім солай келдім. Енді әлбетте біз оны өз күшімізбен жасауға қауқарсызбыз ғой. Сол үшін Аллах Тағаладан да сұрауымыз керек. Робби зидни ильман, Аллах Тағала біздің білімімізді арттыр деп Құранда келгендей, сол дұғаны көп жасауымыз керек. Аллах Тағаладан пайдалы білім сұрауымыз керек. Сенің бар қоршаған айналаң, сенің қарап жатқан дүниең блогерлер болатын болса, әлбетте сенің ұмтылатын нәрсең де сол блогерлік, сондай бір өтірік, әдемі инстаграмдық өмір. Ал егер сенің қоршаған ортаң ғалымдар болатын болса, олардың өмірбаяндарын оқу, солардың кітаптары мен еңбектерімен танысу болатын болса, онда болмасаң да ұқсап бақ. Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп Абай айтқандай, соларға барынша ұқсауымыз керек. Сол ғалымдардың артынан ілессек, жоқ дегенде бір аз да болсын шапағаты тиіп қалуы мүмкін біздерге. Сол үшін Алла Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Көп оқиық, уақытымызды зая кетірмейік, уақытымыздың қадірін білейік. Мен сол нәрсеге шақыру үшін осы видеоны түсірдім. Назарларыңызға көп рахмет.